Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда жаңғақтың пайдасы мен сіз керек қылмай қоқысқа тастайтын қабығы жайлы пайдалы ақпараттарды ұсынамыз. Жаңғақтың дене үшін пайдасын санап бітіре алмайтындай дәрежеде өте көп. Калий, магний, фосфорға өте бай. Құрамында жоғары мөлшерде протеин және омега-3 элементі бар. Жаңғақтың әсерлі калория, протеин, талшық, витамин және минерал көзі. Жаңғақ дәнінің беткі қабатының қыртыстары мидың көрінісіне ұқсайды. Күніне 1-2 дана жеу ми саулығы мамандарының тарапынан табандылықпен ұсынылуда. Құрметті көрермен, арнамызда 98% адам тіркелмей көреді екен. Осы айдың соңына дейін 1000 тіркелушіге жеткізіп, қазақ тілі қоғамының іргесін бірге тұрғызайық. Жаңғақ біршама ауруға ем, біршама аурудың алдын алады. Мысалы, ісік қалыптасуына бөгет болады, сүйек және тістерін қуаттандырады, шаршағанды кетіріп, денеге қуат береді, туберкулезден қорғайды, тамыр қатаюының алдын алады, қан айналымын жақсартады, іш өтуін тоқтатып, теріні тазалайды, сүйелерді кетіреді, асқазандағы жерді кетіреді, тұмауға жақсы әсер етеді, жөтелді тоқтатады, шаршағанды және әлсіздікті кетіреді, қан қоюлануының алдын алады, ауыздағы жағымсыз иісті кетіреді, өкпеге, асқазанға және миға қуат береді, ойлау қабілетін дамытады, қанды тазалайды, бауыр жұмысын реттейді, қант диабеті науқастары үшін өте маңызды болған инсулинді арттырады. Жаңғақ майы асқазан және ішектерді тазалайды, жұмсақ болуымен қамтамасыз етеді. Жаңғақтың майы беттегі дақтарға жағылып, массаж жасалса кетеді. Балмен араластырып желінген кезде суық тиген асқазанға жақсы әсер етеді. Жаңғақтың жапырақтарынан алынған юлгон элементі фармакологиялық қан тазалаушы және қуат беруші ретінде қолданылады. Жаңғақтың жапырақтары және қабықтары қайнатылып, балмен араластырылып ішілсе, қан аздыққа жақсы әсер етеді. Қорытылуы қиын болғандықтан бауыр ауыратындар жаңғақ жемеу керек. Ерлерге жаңғақтың пайдасы өте үлкен. Ерлердің көпшілігі грек жаңғағын қауіпсіз пайдалана алады, өйткені ол жыныстық функцияға жағымды әсер етеді. Бұл аденоманың және простаттың алдын алудың тамаша құралы. Сондай-ақ грек жаңғағы афродизиак деп саналады, және әсіресе ерлер үшін өте маңызды. Олар еркектік күшті арттырады. Нәзік жандылар үшін жаңғақтың пайдасы аз емес. Әсіресе жүктілік кезінде пайдаланылатын жаңғақтың аз мөлшері дәрумендік кемшіліктерге қарсы өте жақсы профилактика болып табылады. Ағзадағы жетіспейтін компоненттерді толтыруға мүмкіндік береді. Жаңғақ дәндерін үнемі пайдалану нәрестедегі ақыл-ойдың артта қалуына жол бермеуге көмектеседі. Ал жаңғақ майын қолдану токсикозды жеңілдетіп, нәрестедегі бірқатар елеулі аурулардың алдын алады. Егер емшек емізетін әйелдер қалыпты мөлшерде жаңғақ жесе, олардың сүті құнарлы болады және нәресте үшін қажетті элементтермен байытылады. Дегенмен шектеулер бар, күніне 2 жаңғақты ғана жеуге болады. Құрметті көрермендер, арнамызда тіркеліп, осы айдың соңына дейін 1000 тіркелушіге жеткізіп, қазақ тілі қоғамды бірге дамытайық. Жаңғақтың қабығы пайдалы екенін бірі білсе, бірі білмейді. Жаңғақ қабығы өзегі сияқты дәрумендер мен минералдарға бай. Ол жүздеген жылдар бойы дәрілік және косметологиялық мақсаттарда белсенді түрде қолданылып келеді. Қабық дәрілері ми қалқанша безінің жұмысын жақсартады, улану мен ас қорытуды жүйеге көмектеседі. Жаңғақ қабығының құрамы ағаш өсетін аумаққа, топырақтың сапасына және аймақтық климаттық жағдайларға байланысты. Өнімде дәрумендердің көп мөлшері бар. С, Е, В2, В9. Қабықтың құрамында бағалы минералдар бар. Йод, мырыш, магний, калий, темір. Жаңғақтың қатты қабығында биологиялық белсенді заттар да бар. Алколиттер, карбон қышқылы, кумарин, стеароидтер, органикалық қышқылдар, фенолдар, таниндер. Жаңғақ қабығының пайдалы қасиеттері: қалқанша безінің жұмысын жақсартады, қабынуға қарсы қасиеттері бар, қатерлі ісіктердің өсуін баяулатады, қан тамырларын нығайтады, ас қорыту процесін қалыпқа келтіреді, қант диабетінің алдын алуды қамтамасыз етеді, терінің қорғаныш қасиеттерін жақсартады, жараларды, кесеулерді және күйіктерді емдеуді тездетеді, буындар мен сүйектерді нығайтады. Ерлер үшін өнімнің ерлер ағзасына пайдасы несеп жыныс жүйесі ауруларын алдын алуды қамтамасыз етеді, қан тамырларын холестерин білешектарын тазартады, қан қысымын тұрақтандырады. Қалыпты пайдалану кезінде жаңғақ қабығы ерлердің денсаулығына зиян тигізбейді. Әйелдер үшін әйелдерге арналған қабықтың пайдасы жүйке жүйесінің жұмысын қалпына келтіреді, ұйқысыздықпен күреседі, гормоналды фонды тұрақтандыруға көмектеседі, шаш пен тырнақтарды нығайтады, терінің серпімдетеді, ұрпақты болу жүйесінің жағдайын жақсартады. Жаңғақ қабығы гинекологиялық ауруларды емдеу үшін де қолданылады. Мысалы, миома, фибромалар, жатыр мойнының эрозиясы, аналық бездердегі кисталар. Балалар үшін жаңғақ қабығының балаларға пайдасы: сұйық тиюді емдейді, сүйектерді нығайтады, тістердің сапасын жақсартады, кариестен қорғайды, паразиттерді жояды, иммундық жүйені нығайтады, авиабетонезбен күреседі. Жаңғақ қабығы балалар жиі ауыратын энурезді емдеуге көмектеседі. Жаңғақ қабығына
негізделген дәрі-дәрмектердің балаға аллергиялық сынақтан және дәрігермен кеңескеннен кейін ғана беруге болады. Жаңғақ қабығының көмегімен диареямен күресуге болады. Ол үшін мына рецептті қолданыңыз. 10 жаңғақ қабығын қолыңыздан келгенше ұнтақтап, үстіне 400 мл су құйып, баяу отта түсі қарайғанша қайнатыңыз. Диарея тоқтағанша күніне 3-4 мезгіл бір ас қасықтан ішіңіз. Ескерту: жаңғақ қабығы таза болуы керек. Тері бөртпелерін емдеу үшін 30 грамм жаңғақтың қабығын ұнтақтап, 1 литр суға салып 4 сағат қайнатыңыз. Дайын қоспаны суытып, зақымдалған жерлерге күніне 2 рет мақтаның көмегімен жағыңыз. 100 грамм жаңғақ қабығының құрамында 0,81 грамм май, 2,53 грамм ақуыз, 35,64 грамм экстративті заттар, 60,9 грамм талшық, 1,64 грамм күл. Осы себептен жаңғақ қабығын қоқысқа тастамай керегіңізге қолданыңыз. Қабықты қолдану алдында дәрігермен кеңесу керек. Өнімді бақылаусыз қолдану денсаулыққа байланысты елеулі проблемалардың қаупін тудырады. Адамдарда дәріге жиі сезімталдылық бар. Нәтижесінде ол ауыр аллергияны тудырады. Жаңғақ қабығын бақылаусыз пайдалану мыналарды тудырады: мигрен, ұйқысыздық, аллергияның тері көріністері, ас қорыту бұзылысы. Қабықты дәрілік мақсатта да шамадан тыс пайдалану аутоиммундық ауруларды және ас қорыту жүйесінің созылмалы патологияларын күшейтуі мүмкін. Жаңғақты тәулігіне 50 граммнан артық қолдануға болмайды. Жаңғақты артық қолдану зиянды бездердегі қабыну, стоматит, ми қан тамырларының спазмы, колит пен псориаздың өршуі түрінде көрінуі мүмкін. Артық салмақпен және жеке төзбеушілік болса, мүлдем қолданбаңыз. Ішектің өткір аурулары кезінде, сондай-ақ қаныңыздың ұюы жоғары дәрежеде болса қолданбаңыз. Құрметті көрермендер, шығарылым пайдалары, жаңғақ туралы жаңа ақпараттар білген болсаңыздар, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Қазақ тілді қоғамды бірге дамытайық. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.